Ассалаумағалейкум қазақ елі. Менің есімім Көпеев Саужан Жанабекұлы. Мен саяси қудалаудың тағы бір шебіне жетіп отырмын. Маған 5 минут бұрын құқық қорғау комитетінен хабарласып, мені бопсалап, қорқытып, жеке өміріме қол соғатындарын айтып отыр. Сондықтан қазақ елім, қолдауларыңызды өтінемін. Бұл жерде мен тиктокта эфир ашып, сыйлық сұрап, проза үшін арымды сатып отқан жоқпын. Жалпы қазақтың мұның өлеңге қосып айтқаным үшін мені қазір қудалап жатыр ағайын. Мені бопсалап жатыр. Егер сіздер сенбесеңіздер, мен сіздерге қазір сол кісімен сөйлескеннің дәлелін жіберемін ағайын. Қолдап отырыңыздар. Егер біз қорқып бұғатын болсақ, бізді сыға береді ағайын. Ассалаумағалейкум ағайын. Мен сіздерді қатты жақсы көремін. Қазақ елі, сіздердің ақын ұлдарыңыз болсам мен үшін одан артық бақыт жоқ ағайын. Өкінішке орай біздің сайқал үкімет шындық айтқан азаматтарымыздың аузын жапқысы келеді ағайын. Бас кеспек болса да тіл кеспек жоқ ағайын. Түбі бір күн ақиқат жеңеді ағайын. Тіліміз үшін, жеріміз үшін аянбай қазақтың жастары мынау бастарыңыздан тиктоктан алыңыздар, болмайтын эфирлерден алып бастарыңызды. Еліміздің болашағын ойлаңыздар. Қай тілде сөйлеп жатырмыз, қай мемлекетке қызмет етіп отырмыз ағайын. Біздің билік орысқа қызмет етіп отыр ағайын. Мына Қазақстан деген біздің жеріміз тек қазаққа ғана керек ағайын.